Сәлем достар, бүгін біз көкөністер менен боқтырылған ет немесе дымляма пісіреміз. Өте дәмді тамақ. Алдыменен 1 килограмм етімізді ірілеу етіп тураймыз. Қызып тұрған майда қуырамыз қызарғанша. Жарты шай қасық тұз қосамыз. 1 үлкен пиязымызды турап қосамыз. 1 үлкен сәбіз турап қосамыз. Болгар бұрышын қосамыз. 1-1,5 килограмм картопты ірілеу етіп турап саламыз. Картоптың үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Енді үстіне капуста турап саламыз. Видеода көрсетілгендей. Қалаған өзіміз ұнатқан специялардан саламыз, дәмдеуіштерден. Паприка, құрақ чеснок, қара бұрыш, ащы қызыл бұрыш. Енді 100-150 мл су құямыз. Бетін қақпағымен жауып, 1,5 сағатқа жай отта пісіреміз. Тамағымыз дайын, аскөк сеуіп ұсынамыз. Өте дәмді тамақ. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.